Hayırlı gün ormandarmen dalalar. Hayırlı gün bizge kelgen qonaqlar. Hayırlı gün biz dostasqan balalar. Сәлеметсіздерме? Здравствуйте. Good morning, teacher. Жарайсыңдар балалар, отыра қойыңдар. Мезгілде неше ай бар? 3 ай бар. Кәне атайықшы. Ақпан. Жарайсыңдар балалар. Қыс мезгілінде ауа райы қандай болады? Суық болады. Қалай киінеміз? Жылы киінеміз. Қандай ойындар ойнаймыз? Жарайсыңдар. Қар мен лақтырып бір-бірімізге ойнайды екенбіз. Жарайсыңдар балалар. Балалар, осы биыл қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбаев атамыздың 175 жылдық мерейтойы тойланғалы жатыр. Абай атамыздың өлеңдері көп балалар. Жыл мезгілдеріне байланысты, аңшыларға байланысты, білім, ғылым, өнерге байланысты өлеңдері көп екен. Соның ішінде Абай Құнанбаев атамыздың қан сонарда бүргітші шығаданға деген өлеңін бір шумағын қайта айтып берейін сіздерге. Қан сонарда бүргітші шығаданға, тастан түлкі табылар аңға, жақсы атпен тату жолдас бір ғанибет, ыңғайлы ықшам киім аңшы адамға. Өлеңде не туралы айтылған балалар? Қыс мезгілі тағда, қыс мезгілінде адамдар неге шығады? Аңға шығамыз, я? Аққала жасаймыз, аңға шығады екенбіз балалар. Қалқиған екі құлағы елеңдеп қорқып тұрады. Аңдар деп айтамыз, жабайы аңдар деп айтасыңдар. Жабайы аңдар қайда мекендейді балалар? Орманда мекендейді. Сондықтан оларды жабайы аңдар деп айтады екенбіз балалар. Жабайы аңдар міне балалар қыста өздері аю ұйықтап жатыр. Жаздай қысқы жейтін азығын жаздай жинап алып, қыста табанын сорып, аю ұйықтайды екен балалар. Кәне осы қыс, орман, жабайы аңдар сөздерін екі тілде айтайықшы, кәне балалар. Қыс, зима, орман, лес, жабайы аңдар, дикие животные, аю, медведь, қасқыр, волк, лиса, түлкі, заяц, қоян, белка, тиін. Балалар, негізі жабайы аңдардың түрлері көп. Олардың бәрін айта беру мүмкін емес. Сондықтан да мен осы жабайы жануарлардың ішінен аю, түлкі, қасқыр, қоян, осы төрт аң туралы сендерге әңгімелеймін балалар. Осы аңдар туралы өлеңдер білеміз ба? Кәне айтайықшы, кім қандай тақпақ біледі аңдар туралы? Кім біледі аңдар туралы тақпақты? Айта отырағы. Түлкі. Түлкіден қолы, сүзгендері шуы. Жатып алып. Жағада. Үстегені туы. Жарайсың. Тағы не бар? Ақтай. Жарайсың, жу айта қой. Аққоян. Аққоян. Даусың шығар. Ұзын. Аққоян. Ұзын. Классы аққоян. Жарайсың. Иә? Айта қой. Кімде бар? Күрислам айта қой. Қасқыр. Орманда. Иә. Иә. Аспанға қарап қойды. Алда малда ториды. Жарайсың, отырағы. Қазір балалар қай аң немен қоректенеді? Аңдар не жейді? Біз тамақ жейміз ғой, үйде, мамаларымыздың тамағын жейміз. Ал аңдар өздерінің қоректеніп, өздері тауып жейді екен. Қазір қартыңдар балалар. Апай, қойын, сабыши. Тиш.
Hazır. Мен қоймайдың қасқырды мен қояды. Кәне. Апай Қайдасың Еламан, келе ғой. Қасқыр ет жейді екен. Тиш отырамыз, тиш. Қасқыр ет жейді екен. Қасқырдың қасына бар, мына жерге жапсыра қой. Дұрыс Еламан. Аю не жейді ал? бал. Келе ғой, Нұрислам. Қасына келе ғой. Ал қоян не жейді? Саябын. Келе ғой, саят. Ой, жете ма? Сатып бар. Ал түлкі не жейді? Түлкі негізі балалар балықты да жейді, қыстыгүні шөптің арасындағы шөпті де жейді, тышқан бәрін жей береді түлкілер. Судан балықта аулап жейді екен өзі. Жарайсыңдар болады, тұра ғой. Жарайсыңдар балалар. Қай аңның неме қоректенетінін біз бүгін білдік, я балалар? Енді балалар шаршадық па? Сергітіп аламыз ба денемізді? Келе қойыңдар. Келе қойыңдар. Келе қой. Арамызды ашып тұрайық, балалар. Қимыл жасаған кезде жарайсыңдар балалар. Отырамыз, кәнекей. Отырамыз балалар. Мен құрастыра алмадым, сендер құрастырып көріңдерші, маған көмектесіңдер. Мен істей алмадым осы аңдарды құрастыра алмай. Басым қатып, осы балалар көмектесетін шығар маған деп сендерге алып келдім, кәне. Құрастыра қойыңдар. Басы қайсы, аяны қайсы құрастырыңдар. Маған көмектесіңдер. Маған көмектесіңдер, Нұрислам. Мынау. Қандай аң шықты Жанболат? Әмина? Қандай? Қасқыр. Қасқыр, дұрыс айтасыңдар. Сендер де Нұрислам? Ой, әне аю қуанып жатыр. Өзінің сурет шыққасын аю қуанып жатыр. Қоянды таңдайсың ба? Ол жарайсың. Қаян сурет шықса я? Қоян. Жарайсың. Еламан қандай аң шықты? Қасқыр. Түлкі, дұрыс, жарайсыңдар балалар. Мен істей алмаған жұмыста сендер істедіңдер, жарайсыңдар балалар. Апай менде қасқырды таңдым дедім ғой. Балаларының баласысыңдар ғой, я? Олардың да сендер сияқты балалары бар екен. Балалар енді мына аңдардың балалары тауып жапсырайық қасына әкеліп. Қане? Қасқырдың баласы? Қасқырдың баласы? Кім бар қасқырдың баласы? Кімде? Тауып келе қойыңдар. Қасқырдың баласы не деп айтамыз? Сенің қолындағы ненің баласы? Қасқырдың баласы. Қасқырдың баласы не деп айтамыз? Бөлтірік деп айтамыз, я? Қасқырдың баласын бөлтірік деп отыра қойыңыз. Келе қойын жүр. Қоянның баласын не деп айтамыз? Жүр. Дұрыс айтасың. Көжек деп айтады екенбіз. Ал енді түлкі мен аюдың баласы қалып саят шығармыз.
Аюдың баласын не деп айтамыз, Саян? Қонжық, дұрыс айтасың. Енді түлкінің баласын не деп айтамыз? Бұлар түлкінің баласын. Мыршай деп айтамыз. Жарайсың, отырамыз. Балалар, бүгінгі оқу қызметі сендерге ұнады ма? Апай нады? Оқу қызметінде қандай аңдар туралы айттық, балалар? Қандай аңдар туралы айттық оқу қызметінде? Қасқыр, сосын? Қоян, сосын? Аю, жабайы аңдар туралы айттық, я балалар? Бүгінгі келген қонақтарымызға сау бол деп қоштасайық, балалар. Сау болыңыздар. Балалар, өткен сабағымызда біз қыс тақырыбында сабағымыз өтті, иә? Қыс мезгілінде неше ай бар, балалар? 3 ай бар дедік, иә? Айтайықшы кәне? Желтоқсан. Жарайсыңдар бар. Қыс мезгілінде 3 ай бар. Желтоқсан, қаңтар, ақпан. Қыс мезгілі қандай болады дедік? Балалар? Қыс мезгілі суық болады, иә? Қандай ойындар ойнаймыз қыс мезгілінде? Аққалау ойнаймыз. Өткен тақырыбымызда қыс туралы өлең айттық қой, иә? Абай атамыздың, иә? Ақ киімді денелі, ақ сақалды, соқыр мылқау танымас тірі жанды. Үсті басы ақ қырау түсі суы, басқа жері сықырлап келіп қалды.